Әрбір көлік жүргізушісі бағасы арзан, жүрісі мығым, темір тұлпар тізгіндеген армандайды. Бұл жерде 1993 жылдан 2017 жылдар аралығында шыққан темір тұлпарлар сатылымда. Аралап көрейік. Өткен 2016 жылы көлік нарығында құлдырау болғаны белгілі. Биыл сол олқылықтың орнын толтыру үшін мемлекет тарапынан түрлі жұмыстар жасалынды. Қазір шетелден кіретін жеңіл көліктердің саны азайып, елімізде құрастырылған немесе қолданыстағы ескі көліктер қайта айналымға түсе бастады. Астанадағы көлік базарының саудасын қыздырып отырған мекеме мамандарының айтуынша, темір тұлпарлар негізінен жаз, күз айларында көптеп сатылымға шығады. Шамамен 700-800 жеңіл көлік. Ал қыс мезгілінде бұл көрсеткіш 2 есеге дейін қысқаратын көрінеді. Мұндағы ескі көліктердің бағасы 700 мың мен 18 миллион теңгенің аралығында. Қамыс салдырмайтын қарагерлердің сапында мініс көрмеген мынадай су жаңа темір тұлпарлар да бар. Отандық көлік нарығында бұлардың мысы басым, бәсі жоғары. Әрбір азамат өзіне ұнаған көлікті қолма-қол немесе бөліп төлеу арқылы меншіктей алады. Мамандар 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап отандық нарықта Қазақстанда шығарылған автокөлік бағасы 12%-ға қымбаттайды деп болжаған. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің баспасөз қызметі хабарлағандай, 2017 жылы қаңтар-қазан айларында Қазақстан Республикасында 610.848 жеңіл автокөлік тіркелген. Бұның 70%-ға жуығы шетелдік машиналар. Қалған 30%-ы өзімізде құрастырылған темір тұлпарлар. Ресми деректерге сенсек, биылғы бірінші жарты жылдықта елімізде 19 электромобиль сатылған. Қазақстанда сұранысқия брендтердің алдыңғы қатарында Toyota маркасы көш бастап тұр. Ал автокөлік сатып алушылардың ішінде Алматы тұрғындары белсенділік танытып, Астана мен Шымкент тұрғындары үздік үштікті түйіндеген.